Барша зейнетақы жәрдемақы алушылар көрсін. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып ұмытпаңыз. Келесі жылдан бастап жәрдемақы, зейнетақы мен айыппұлдардың мөлшері артады. 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан республикалық бюджет пен мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақылардың мөлшері артады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, 2025-27 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасына сәйкес ең төмен күнкөріс деңгейінің өсуіне байланысты мүгедектік асыраушысынан айырылу және де арнайы кәсіби мемлекеттік жәрдемақылардың мөлшері 6,5%-ға ұлғайтылды. Сондай-ақ 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбекке жарамсыздықпен асыраушысынан айырылған жағдайларға төленетін әлеуметтік төлемдерде 6,5%-ға көбейеді. 2025 жылдың бюджетінде 42 түрлі әлеуметтік төлемдерге 6 триллион 26 миллиард теңге қарастырылған. Зейнетақы көлемі және айлық көлемі асуын қаласаңыз, видеомыз астында өз лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз, қымбатты көрермен. Кәне видеоролигіміз астына қанша лайк жиналады екен көреміз. Сау, сәлеметте болыңыздар.